Уақыт ілгері озған сайын, өткен өмір бедерлері алыстай түсіп, бұлдырай бастайды екен. Артыңа бұрылып көз салғанда, өзгерген өлкені, жасарған даланы, жаңарған қаланы көресің. Көрген сайын көңілге көп сұрақтар ұялайды. Япырмай, бұрын мына жерде не болып еді деп, есіңе түсіруге ұмтыласың. Әкеміз Бүркітбай көкем 1902 жылдың көктемінде ата жұртымыз Жиделі маңында өмірге келіпті. Бала шағынан әкесі Керелбайдың қасында жүріп, малды бағу, суару, қырқу секілді шаруалардан бөлек киіз басу, арқан есу, мал терісін өңдеу тәрізді жұмыстарды жастайынан меңгеріпті. Бұның үстіне қолына домбыра ұстап, ән салып жыр айту да әкеміздің бір қыры. Елге Бүркітбай жыршы деген атпен танымал болған кісі. Жақсыда менен жаманның қоу, жақсыда менен де жаманның, мырзада менен де сараң, шек арасында таныдым, ей, бұл адайдың да баласы. 1939 жылы біздің жанұямыз Таушыққа қоныс аударады. Әкеміз көмір шахтасында жұмыс жасап, тұрмыстар енді түзеле бастағанда соғыс басталып кетеді. Көкем шахтаға аса қажетті адамдардың тізіміне еніп, броньмен ауылда қалады. Әуелі үздік шахтер болып, күндік нормасын асыра орындап жүрген ол, кейін ауысым бастығы болып қызмет етіпті. Керелбай кәкем 1946 жылы қайтыс болып, Итолы қауымына қойылыпты. 1947 жылы күзде нөмір 7 шахтадағы инженер-техник қызметкерлерге салынған жергілікті халық Итерский деп атап кеткен үйлердің бірінде өмірге мен келіппін. 1950 жылы біздің үй Бозашы бетіндегі Тұщықұдық ауылына барып, 3-4 жылдай тұрақтаған соң, 1954 жылдың ортасында Шебірге көшіп, Бас деген жерде 2 жыл қыстағанымыз есімде. Көкем жан-жақты іскер адам еді. Өзі құрылыспен ағаш шебері, ұсталық өнер дейсіз бе, қолынан бәрі келетін. Ол вақтан жағдай нашар ғой, мектеп дейтін нашар, полы дейтін пол жоқ, жер, от жағады, күлгіл болды. Мектепте сабақта киініп отырамыз. Сонда да баланың ынтасы сабаққа дейтін балалардың өте жоғары болды. Бізде жас мұғалім, біз жаңа бітіріп келген ынт-жынтымызбен сол балаларды қайткенде оқытамыз, қайткен білдіреміз деп, бар жан-тәнімізбен оқыттық. Сақып дейтін өте сондай тәрбиелі, өзіне жақсы ұстайтын, ешкімге қақпас-соқпас жоқ, жақсы бала болды. Сабақты өте жақсы оқыды. Енді бұның тұқымдарының бәрі сабаққа жақсы. Оны қарындасында оқыттым, Айжан деген. Балаларында оқыттым, бәрі де бір тұқыммен келеді ғой. Және бұлар сондай сөйлегіш тұқымдар. Бұлардың кәрі әкесі, тие берсін Бөкең дейтін шал, шежіре жырау адам. Бұлар сөз сөйлеген, ешкімге сөз бермейді. 8 жас оқиды ау деймін, ол уақытта қатынас жоқ, мектептің көлігі жоқ. Мына Шебірге көктем каникул кезінде басқа мұғалімнен бір билет алатын, сонан ал деді ғой районы. Баратын көлігім жоқ, соны Сақып айтпайын ба? Сақып сол велосипедпен барып, маған сол жаңа биологияның билеттерін 13 километр жерден, ол уақытта жол жаман ғой қазір. Сол билетті әкеліп берді маған. Осылайша бұлар оқып, 65 жылы осы мектеп бітіріп кетті, жоғары оқу орнына түсті. Маңғыстау елден шеткері жатқан аймақ қой.
Бізге облыс орталығы Гурьев қаласына жетудің өзі мұң болатын. Ауылдан аудан орталығы Таушыққа машинаның үстімен, Таушықтан Фортқа атам заманға автобуспен салдырлап әрең жеттік. Содан Гурьевке Карабогаз деген пароходпен тек 28 шілде күні кешке бардық. Немере ағам Сәрсенбаев Мизанбай жазып берген тілдей қағаздағы әдірісті тауып, қонып шықтық. Келесі күні Гурьевке келген жоғары оқу орындарының филиалдарын іздедік. Алайда бұлардың көбі 25 шілдеге дейін құжат қабылдапты. Бізде таңдайтындай мүмкіндікте болмады. Ойлана келе тоқтағаным, ауыл шаруашылығы институтының экономикалық факультеті болды. Бұл кезде ағам Сайын Алматыда оқитын. Жұмыс жасайтын жалғыз әкеме жеңілдеу болсын деген оймен Оралда оқуға бел будым. Сәті түсіп институтқа қабылдандық. Алайда оқуға түстіңіз деген шақыру қағазы шебірге 3 қыркүйекте ғана жетті. Содан асығыс жиналып каникулда жатқан Сайын ағаммен Гурьевке 5 қыркүйек күні ұшып келдік. Келесі күні аэропорттан Оралға ұшатын ұшаққа билет табылып, мен өз бағытыма Сайын Алматысына ұшатым болды. Осы жерде бір балаңдау жігітпен таныстық. Бұл өмірлік досым Зұлбұқар Сүйнешев екен. Достың 4 түрі болады. Дос біріншіден тамақ сияқты әрдайым оны қажеттінесің, онсыз бола алмайсың. Екіншіден дос ауа сияқты өзі көрінбегенмен сен онсыз жүре алмайсың. Достың 3-ші түрі ол сенің жаның ауырып мазасызданған кезде досты іздейсің. 4-ші ол дос ауру сияқты сен қайда жүрсең де сені тауып алады. Осы шығыстан Аллаға мен Сәкен екеуміздің арамыздағы қарым-қатынасқа толық қатысты бар деп есептеймін. Осыдан 3 жыл жарым бұрын менің жолдасым қатты науқастанып, үлкен аурумен төсекте жатқан кезде Сақып Бүркітбайұлы аптаға кемінде 1 рет телефонмен хабарласып қал сұрасып тұрды. Сол қал сұрасудың өзі маған үлкен көмек болды. Мен 1 апта хабарласпай қалса, сол досымның хабарын күтіп, оның жұбатуын күтетін едім. Стипендия ол уақытта Сақып екеуміз 1-90-да совхоздан алдық. 35-40 теңге болды. Зұлфықардікі де 28 теңге болды дейміз. Сақыптікі 40 теңге болды. Енді оған енді Сақып орыс тілді үйреніп алды да бірден. Сосын орыс тілі пәніне қатыспай жүрді. Соны қатша жүрді. Сабаққа қатыспай жүрді. Ауылдан қат келді. Сосын артына қатынасы, ода 40 сом алды айтыр. Кезекшілікті сол тамақты көбіне мен пісіремін енді. Маған сеніп, сол кішкене мен қолым тарлау ма, әлде келеңсіз жақтарға жинамайым, арақ ішуге, киноға баруға. Кім киноға апарады, сол өзі апарады. Кім қонақ шақырады, сол қонақ шақырады, бірақ основном қонақты кім шақырады, Сақып шақырады. Соның оның қалтасында көп ақша болмайды сосын. жылы ақпан айының соңында Маңғыстау ауданындағы Октябрьдің 50 жылдығы совхозына аға есепші болып жұмысқа кірістім. Бұл орталығы Шайыр ауылында орналасқан үлкен шаруашылық еді. Жайылым, шабындық, су көздері, техника мен еңбек ресурстарда өзге шаруашылықтарға қарағанда анағұрлым көп, жетілген, толысқан құрылым еді. Совхоз директоры Әріпов Бейсенбі, кәсіподақ ұйымының төрағасы Жұмалиев Қалмырза, бас зоотехник Салманов Өтеген, бас инженер Епенов Оңаш, бас мал дәрігері Жалжанов орынбасар секілді мамандардың бәрі де өз ісін жетік білетін, тәжірибелі, ұйымдастырушылық қабілеттері жоғары азаматтар болатын. Оғыса істелген қызметтің арқасында мал өз төлі есебінен өсіп, өнім өндіру жоспарлары артығымен орындалып, совхоз аудан көлемінде үнемі алдыңғы қатардан орын алып тұрды. 1972 жылы жеке өмірімде де өзгеріс болды. Шайыр ауылының қызы
Жәмилаға үйленіп, тойды тұщығылықта өткізіп, үлкейген әке шешемді қуантудың сәті түсті. 1972 жылы 14 майда мына Нұрпейіс дейтін бала туды. Соның артынан бұл бала қырқынан шықпай, үйінің бас жерінде мына жігіт келіншек әкелді. Содан қуаныштың түрін айтайын деп отқаным, балам қырқынан шықпай, анау-мынауымызға қарамастан алып барып үйімізді тұщығылықтың басына тіктік. Сөйерде той болды. Бесігімді Маңғыбай дейтін үйдің шалдың үйінің апарып қойып, үйімізді тойға тіктік шырағым. Қуанғанымыздың түрі сондай. Бұл жігіт дейтін бір өзімізге бөлектеу жігіт еді енді уақытында. Адамгершілігі де, халықпен байланысы да, туған-туманаспенен байланысы да, адамдарды бағалауы да, бәрі де ерекше адам, енді оған не деп айтуға келеді. Сыйластығымыздың түрі, біріміз жақсы көргеніміздің түрі. Бір келін түскенде, мына бала, ай, ана келіннің аяғына төсейтін терін жеңешеме төсетін. Бізге осы жеңешемдей болса болады деген. Сонда ол мені бағалап тұрғаны шығар. Мен де сонда оған риза болып қалдым. Ойбай-ау, мынау маған риза екен ғой деп. 1973 жыл тағдыры күрделі, киелі Маңғыстау үшін аса қолайлы жыл болды. Көктемде басталған жаңбыр өлкеміздің ойы мен қырын тегіс қамтып, қоңыр күзге дейін тоқтаусыз жауды. Жер жарықтықта қасиетті ғой. Шөптің түрі шықты. Тіпті кейбірін көнегөз қарттарымыздың өзі білмейді екен. Несін айтасың, халық әбден қарық болып қалды. Сол жылы Маңғышлақ облысы өз алдына шаңырақ көтерді. Ел жұрттың қуанышында шек болған жоқ. Сәуірде тұңғышымыз іңкәр дүниеге келді. Желтоқсанның ортасында тұщығылықта совхоз құрылып, мен бас экономист қызметіне тағайындалдым. Сонау білім іздеп Гурьевке аттанған кезден кейін 11 жыл дегенде әкемнің қара шаңырағына қайта оралдым. Енді ол Сақып жаңағы даланың адамы, ол жұмысқа кетеді, былай кетеді, былай келеді. Қонағымыз жаңағы айтқан көп. Қайнағамыз жаңағы бас дәрігер болғандықтан ол кісіге де жан жақтан қонақ келеді. Алтыстан келеді, Алматыдан келеді, жаңағы сол басқа адамдар күтпейді ғой, сол өзіміз күтеміз. Одан кейін ата енеміз бар. Атамыз жаңағы сол жерде оның үлкен кісілері бар, құрдастары. Олар келіп карта ойнайды, сосын жыр айтады, сол жырларын тыңдайды бұлар. Жан жақтан адамдар келіп жыр айтқанды тыңдап отырады. Анау кім Қабиболла Сыдықов деген кісілер келіп, сол өздерінің жаңағы несін атамыздың жаңа жырларын тыңдап, содан жазып алатындарын жазып алып та кетті енді былай қарағанда. Бірақ ол жаңағы айтқандай қиыншылық емес, әрбір әйелдің, әрбір ананың өзінің міндеті ғой, үй шаруасына айналысу, ата-анаға қарау. Мына қайнағамыз бір даладан келеді ғой, алыстан Ақтауға барып келеді, сол уақытта балаларға тәттілерін алып келеді, кішкентай балалардың киімдерін алып келеді. Олар келгенде мәз болып алдынан жүгіріп шығады. Ал Сақып келсе, Сақып ағам екен ғой келген деп кейін қайтып келеді. Өйткені оның қалтасында жаңа қолындағы сумкасы толы кітап, басқа дым әкелмейді. 1978 жылы қараша айында облыстық партия комитетінің ауыл шаруашылығы бөліміне нұсқаушылық қызметке шақырды. Ол кездегі ел дамуын партия комитетінсіз елестету мүмкін еместі. Мен жұмысқа барған бөлім Маңғыстаудың ауыл шаруашылығымен айналысатын барлық мекемелеріне басшылық жасайтын штаб ретінде болатын. Бөлім меңгерушісі Орынборда туып өскен, мал дәрігерлік мамандығы бар Шәкен Сұлтанов болатын. Ал негізгі басшылық тізгінін ұстаған ауыл шаруашылық саласының білгірі, бұрын Гурьев облысында совхоз басқарып, аудандық партия комитетінде екінші хатшы, облыстық атқару комитетінде төрағаның орынбасар ретінде ұзақ жылдар жұмыс істеген Жәрдем Кейкін деген тәжірибелі басшы болатын. Мың 1979 жылы менің өмірімнің Саламат Мұқашев деген тарауы басталды. Оған дейін де, одан кейін де талай басшымен істес болдым. Адамшылық пен басшылықты тең ұстаған Сәкең менің өмірімде айрықша із қалдырған ірі тұлға. Қазақшылап айтқанда сұстылау, көп күле бермейтін, ел білдемейтін, сондай сабырлы адам болып маған көзіме елестейді.
Ал енді бұл кісі келе осы кадрларға мән берді. Мысалы ана Бозаш жақта жүрген, Москвадан академия бітірген Жадырасын Қоңырбаевты жұмысқа алды. Сосын келіп мына Сейсен Әбдірахманов дейтін керемет азаматтар, Жомарт Нұрлаев дейтін азаматтармен. Ал осы азаматтардың бәрін жақсы ұйымдастырып біліп жүретін Сақыпты ол кісі қатты ұнатты. Ол сол нұсқаушылық жұмыста жүргенде де Сақып несімен ұнатты? Сақып барлық уақытта айтылған мәселені уақытында тәртіппен, уақыт оздырмай мезгілінде атқарып отырады. Сақыпты жаңа көмекшілік қызметті ала жүріп, көп нәрсені үйреткен. Ол кісі барлық кезде Сақыпты ешқайда сөйлеп жүрген жоқ. Сақып орнында қалып, Сәкең сияқты қызмет атқарып отырды. Сәкең обращение жасаған кісі, ол сөз Сәкеңе солай болып жетеді. Сәкең мынандай шешім алатын шығар дейтін әңгіме айтатынды. Маған өте ұнайтын жері сол еді. Соның сеніміне енген кісі. 3 жылға жуық нұсқаушылық қызметте асылып, енді дербестеу жұмыс болса деп жүргенімде Саламат Мұқашұлы үйіне шақырды. 1 сағаттай әңгімелесіп, Маңғыстаудың өткен тарихын, халқын, жер суын, шаруа жайын айта келе, осы елді жақсы білетін, партиялық қызметті атқарып жүрген жас жігітті өзіне көмекшілікке іздеп жүргенін және таңдауының маған түскенін айтты. Бұл ұсыныс маған ұнай қойған жоқ. Дегенмен жаратпай тұрсам да, ойланыңқырап барып келісетінімді айттым. Жалпы қабырғаммен кеңесейін, үй ішімен ақылдасайын деген сөздерді әуелден бәс көтеру үшін айтылатын әңгіме санайтынмын. Ішкі толқынысымды сезген болар. Сәкең, Сақыпжан, қосшы бола білген басшы да бола білет деген жақсы сөз бар. Көп басшының оқсайтын жері кезінде дұрыс қосшылықты көрмейді. Содан соң дұрыс басшы боп қалыптаспайды. Кейін үлкен бастық болып жатсаң, менің осы сөзім есіңе түсер. Қарап жүрмін. Нұсқаушылық қызметте енді сен үйренердей ештеңе қалған жоқ деп, ұзаққа созылған әңгіменің нүктесін қойды. Сонымен келесі күннен бастап көмекшілік қызметіме кірістім. Бұрынғы қағазбастылықтан құтылдым. Облыс ішінде шапқылайтын жүрісте азайды. Бірақ жауапкершілік күшейді. Маңызды құжаттар дер кезінде қаралып қол қойылуы керек. Жиналыстар уақытылы өтуі тиіс. Қазіргідей халықты күттіріп қойып, жарты сағат, 1 сағат кешігіп келу деген әдет жоқ болатын. Саламат Мұқашұлымен бірге болған уақыт бұл кісіні жақсы басқару жүйесіне жақсы жетілдірді. Ол кісі құсап сабырлы басқаруды. Дәлме-дәл уақытына келіп отырудың аудан басшыларымен бәрімен сөйлесіп жатқан кезде көреміз ғой. Сіз бәлен сағат, бәлен минутта келіңіз дейтін әңгіме айтады. Оны копировать еткен жоқ. Сақып, бірақ ол кісіні енді бас ұстаз санағанына мен күмәнім жоқ. Егер кімді Мұқашевты қайталайтын болса, ол үндемейтін, сабырлы, сондай адам болып қалар еді. Жоқ, ол өзінің Сақып күйін жоғалтқан жоқ. Бірақ Мұқашевтың ақылының көбін алды деп ойлаймын. Сақыптың өзі туа біткен ділмәрлігі бар. Шешен сөйлейді. Ол көп сөзге тосылмайды. Қалжың бол, ол ресми әңгіме бол, барлығында жауап беріп, бірден көңіліңді көншітеді, одан кейін қайталаудың қажет болмай қалады. Оны шеберлік деп айту керек. Саламат Мұқашұлының сыртқы бет бейнесі сұстылау болатын. Алайда дауыс көтеру, ұрысу дегенді білмейтін. Қаншама уақыт бірге жүргенде, не түрлі жағдай бастан өткенде, бір ауыз боқтық сөз айтқанын естіген емеспін. Жай айтады, сол айтқаны жетеді. Оның өнегесі, тәрбиесі мен сенімі көп басшыдан ілгері болды. Жағымпаздық пен жасандылыққа жаны қас болатын, кадрларды шыншылдыққа тәрбиелейтін. 1980 мен 1983 жылдары облыстық партия комитетінде Саламат Мұқашұлының қарамағында қызмет жасаған кезім, алдыңғы қатарлы оқу орнында алатын дәрістен кем болған жоқ. Кейін Алматы жоғары партия мектебін, Ресей нарық және менеджмент академиясын бітірдім ғой. Алайда сол кездегі Мұқашевтан түйген тәлімді бәрінен жоғары қоям. Маңғыстаулық кадрлардың жаппай қызмет бабында өсіп, барлық аудандар мен қалаларда, облыстық деңгейдегі басқармаларда, ірі өндірістік кәсіпорындарда жаппай басшылыққа келуі де негізінен Саламат Мұқашұлының кезінде болды.
70 жылдары қызметке араласқан біздің ұрпақ, кейін басшылық қызметтерге барған азаматтардың көпшілігі де менің сөзімді қолдайды деп ойлаймын. Біз бәріміз де сол Саламат Мұқашұлын өзімізге ұстаз тұттық. Ол кісінің бойындағы керемет бір адамгершілік қасиеттері, байсалдылығы, сабырлылығы, асып саспай әр мәселенің терең зерттеуге тырысатыны, білуге тырысатыны. Одан кейін сонымен бірге бір өзіндік ерекше талапшылдығы болды. Яғни ол кісіге жай тек сөзбен бір нәрсені айта салу, мынау істің жағдайын ойланып айтуым керек. Тапсырылған істің орындалсын, тағы басқа мәселелерді. Мен енді сол жылдары Жаңаөзен қалалық партия комитетінің екінші хатшысы болып қызмет жасадым. Сол шамаларда Сақып Бүркітбайұлы облыстық партия комитетінің ауыл шаруашылығы бөліміне меңгеруші болды. Бұл үлкен қызмет. Саламат Мұқашевтың бұл ерекшелігі сол елдің азаматтарын өсіруге тырысты, соларды тәрбиелеуге тырысты. 1982 жылдың қыркүйегінде Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің келісіміне сай облыстық партия комитетінің ауыл шаруашылық бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалдым. Жұмысым жаңарып, қызметтік дәрежем жоғарылағаны болмаса, жалпы бөлім бастығының жұмысы бұрыннан таныс еді. Себебі нұсқаушы күніміздің өзінде тікелей бастығымыз жоқ кезде қызметін атқара беруге үйренгенбіз. Сондықтан жұмыста көп қиыншылық кездескен жоқ. Обком хатшысы Мұқашев пен облисполком төрағасы Горшининнің қолдауын әркез сезініп, зор ынта жігермен қызметке кірістім. Біздің үйге қонақ көп келеді ғой. Сондай келген бір топ қонақтың ішінде сол кезде Маңғыстау ауданын басқарып тұрған Өтеуов Арон деген кісі райком секретары болатын. Сол кісі бастаған бір топ адам біздің үйге қонаққа келіп жатыр екен. Соның алдынан менің Сақып ағам, тағы қасында бір-екі адам бар сияқты, қарсы алып қонақты. Енді ол кезде киімін шешіп, іліп, қонақты күтіп алады ғой, ертедегі дәстүр бойынша. Сол сияқты сырт киімін алып, ағам жаңағы алайын деп қолын созғанда, жаңа Өтеуов Арон деген кісі өзінің үстіндегі шапанын, жаңағы қасқыр ішігін ағамның иығына жапты. Сосын таңертең әкеме отырып айттым: "Көке, мен түнде қызық түс көрдім бір. Үйге қонақ келіп жатыр екен" деп жаңағы оқиғаны айттым. Ағам алдынан шығыпты деп. Оған әкем мән бермеді дейін, біраздан кейін айтты: "Түске жақын, манағы түсіңді қайталашы, қызым. Мынау мен бір мән бермедім, мынау бір қасқыр ішік деген баяғыда бай патшалар жамылатын еді." Сол көп ұзамай мен жазда көрдім, сентябрь айында, яғни қыркүйек айында сол нәрсе жүзеге асып, Маңғыстау ауданында тұңғыш рет жаңа менің Сақып ағам райком секретары болды деген хабар келді. Басшы болған адамдар болды. Ана келіп атқан, сырттан келген азаматтардың бір артықшылық не болып кетіп атқан ештеңесі жоқ. Басшы болған адамдар бар. Бірақ біздің елге қалай болғанда да мына кезінде, отаршылық кезінде орыстарға қарсы соғысқан. Одан кейін кешегі Совет үкіметі құрылғаннан кейін 30-31 жылдары мына коллективизацияға қарсы соғысқан. Соған байланысты біздің жаққа үлкен сенімсіздікпен қарады. Сосын біздің кадрлерімізді көтеруден олар қашақтады. Сол кездегі билік. Сол алғашқы біздің Маңғыстау ауданына 28-ші құрылған ғой, енді 28-ші құрылғанда сол 83-ші жылы ноябрь айында, сол уақытта ең бірінші хатшы болып, бірінші басшы болып Сақып Бүркітбайұлы Керелбаев келді. Ең бірінші. Енді оған дейін болған жоқ. Облыстың бірінші хатшысы Саламат Мұқашев келді. Ол алдында сол кісімен тікелей қызметтес болған. Сол әкеліп Сақыпты неге пленум мүшелеріне таныстырып, біраз сөйлеп, ол туралы өзінің білген мәліметтерін, жақсы қасиеттерін, іскерлігін барлығын айтып таныстырды. Мен Сақыпқа білген нәрселерімді үйреттім. Бірге жүріп,
Сақыптан менің де үйренгенім аз болмады. Бұл осы ауданды толық алып кете алатын азамат деп ойлаймын. Сіз бен біздің міндетіміз осы кісіге дұрыс көмектесіп отыру. Мұқашым, сол орталарыңызға өз жігіттеріңіз, өз азаматтарыңыз келді, енді бірігіп жұмыс істеңдер деп сөйлеген сөздің өзі халық түсініп қалды да, сілтідейтін отырған халық бірден ду қол шапалақтап зал дейтін үлкен қозғалысқа түсіп, үлкен ризашылық сезімге бөленіп жалды. Өйткені өздерінің ауылда өскен, осы ауылдың сол жердің баласы жағдайды жақсы білетін, өзінің елін, жерін не дейтін өте үлкен сүйіспеншілігі бар, сол үшін қызмет жасаймын дейтін азаматтардың бірі еді. Сақып сол қызметте, сол пленумда мен де қатысқан болатынмын. Және көп жыл сол Маңғыстаудан жұмыс жасаған кезеңінде бірге қызметтес болып жасадық. Жаңа бір басшылар ақырып қоятын болса, ол ақырып емес, осы түсіністікпенен адамдарға қарайтын. Елдің жағдайымен мұқият танысып, бәрін ой елегінен өткізіп, талдап, таразылай келе, тоқтағаным мынау болды. Әр саладағы кемшіліктерді жойғанның өзінде, ауданның өз экономикасы мен мәдениетін көтеруге қаражаты да, материалдық ресурстары да жетпейді. Осы ойымды облыстың екі басшысы Мұқашев пен Горшининге баяндап, нақты практикалық көмек көрсетулерін сұрадым. Қағаз деген кісі Қонаевпенен жолдас болған, ертеде екеуінің жас шамасы жақын, төкеңмен сөйлесіп, сосын солың қандай заттар керек, көмек керек екенін қағазға түсіріп, астына төкеңнің қолын қойдырып, сосын сол қағазды алып, төкеңді Алматыға алып кетті. Оны әуелі обкомға барып, обкомның басшыларымен келіскен болу керек. Содан кейін барып, сосын алып барып, сосын Қонаевтың приемына төкеңді кіргізіп, сөйлесіп, сосын өзі де кірген. Содан кейін барып, қағазың бұрышына, Мұхамбет Рахим деген министр болу керек. Соған видео жасатып қағазың көмектестеген. Сол арқылы қызметті бастап кетті ғой. Сол қызметті бастағанда ол қағаз тастап кеткен жоқ. Төкең сөздерді ұстап жібермей, сондай жерде 10 шақты күн жатып, әр министерствоға жаңағы барып, ана кісіден оғыз тағы тапсырма берді ғой. Не мәселе екен, не салу керек екен, соған байланысты шаруаларды бәрін шешті. Сол арқылы аудан көтерілді. Жоғары кеңестің депутаты болып ұсынылған, сайланған байланыс министрі Сәбит Байжанов дейтін кісі болды. Сол кісімен қатты достық қатынаста, азаматтық қатынаста болғандықтан, анау шетпенің орталығында үлкен үш этажды байланыс үйі салынды. Ал ол уақытта, сондай қиын уақытта үш этажды байланыс үйі салыну дейді оңай емес. Жер баққа тырысқан жердегі байланыс үйі соған көшті де, ал байланыс үйі сол жерде әлге дейін белгілі біздің шетпедегі музей үйі. Қазіргі мына жағында отырған соны редакция үйі. Міне сол бұрынғы байланыс еді. Ал одан басқа да орта мектептердің құрылыстары, шетпенің басы, Қалаберді сапқоздардың орталығындағы, осылардың барлығындағы клуб, кітапхана, балабақша, осылардың оңдауы бар, жөндеуі бар, салуы бар. Міне осындай үлкен қызметтер атқарылды. Хатшы болып келгеннен кейін бұл кісі манағы зейнеткер жасында отқан адамдардың көшірген жастармен ауыстыру қажеттілігі туды. Үлкен қызметтерден өткен өмірлік тәжірибесі бар азамат, аталар, ағалар. Солардың барлығын Сақып Бүркітбайұлы кабинетінде өзіне жинақтап, бәріне рахмет айтып, ал енді ағалар рахмет, демалуларыңызға болады деген ой тастаған ғой. Сол уақытта Әріпов, Бейсенбі, Ақсақал, шырағым, рахмет, осы кезге дейін қызмет еттік елге. Бірқатарымыздың күшіміз шынымен де азайып, әлсіреп, шаршап жүргеніміз рас деп өзінің ақсақалшылық әңгімесін айтыпты. Сәкеңнің қызметке келген уақыты мынау әлгі аудандық мәслихаттың сессиялары болықты, аудандық советтің бір үлкен
әңгімемен, біреуден бір өш алу сияқты бір қиғаш әңгімелермен өтетін. Мен сол уақытта енді әлгі тілекші жанбыз ғой, қарап отырам, сол апырмай мына тығырықтан қалай шығып кетер екен деп. Сол уақытта Сақ-Бүркітбайұлының шешендік қабілеті анық көрінді. Сол тығырықтардың бәрінен жол тауып, ешқандай жарға соқтырмастан, сол ауданның дамуын ілгерілетіп, 8 жыл осы басқаруы, соның дипломатиялық жаңағы көрегендік қасиеті болды. Бірнеше жыл басқарды ғой Маңғыстау ауданы. Үлкен бар, кіші бар. Бұрынғы басасауы бар, үлкендер, мысалы, өзің айтқаны болмаса болмайды. Соның бәрінде Сәкен сол жүйелі сөзімен жүгіндірді ғой, бәрінде. Бәрі де Сақыптан кәдімгі өте қимай қоштасты себебі Сақып жоғары қызметке алып кеттім. Биліктің баспалдағымен көтерілдің бе? Жауапкершіліктен де жалтарма. Бастық болсаң да, танауыңды шүйірме. Қарауында болсаң да, бостан босқа иілме. Бұл менің берік ұстанымым. Қай жерде жүрсем де, адал өмір сүргенімді білем. Ешкіммен айтысып тартысқаным жоқ. Жұмыс барысындағы қойылатын талапты әркімде дұрыс түсіне білу керек. Мен әуелден ақ Маңғыстаудан ешқайда кетпеуге бекінгем. Облысымыз тарқаған 1989 жылы Гурьев облыстық атқару комитетіне хатшының орынбасары қызметіне шақырған Новиковқа, кейін ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары лауазымы ұсынылғанда, парламент депутаты болсаңызшы деген ұсыныстарға туған жерімде ғана жұмыс істеймін деп жауап бердім. Осы ұстанымнан айнымастан қызмет қылдым. Өлкесін біздің Маңғыстауымызды жақсы көретіні, жақсы білетіні соншалық. Менің есімде бір жылдары ағамыз, Әбіш ағамыз Кекілбаев келіп, қасында мемлекеттік хатшы Оралбай Әбдікәрімов болды. Басқа да Атшабарлар деген сияқты жоғары дәрежедегі адамдар келіп, Маңғыстауды аралап, танысып, барлық осы әулиелі, әнбиелі жерлерге, тарихи ескерткіштерге соғып кетем деген ойы болғанда, соны Сақып алып жүрді, басшы болып. Міне осы уақыттарда сол әр жаңағы барған жерінде ескерткіштерді, құдықтарды, болмаса жаңағы тауларды, солардың барлық тарихын жақсылап тұрып айтып, осы кәдімгі бір адам білетіндей қылып, риза болып, Оралбай ағамыз Сақыпқа сол артынан көп рахметін айтқан. Соның бәрін айтып, түсіндіргеннен кейін Әбіш ағамыздың айтатын дейді ғой. Біз де Маңғыстауды білеміз деп жүрміз ғой, бірақ мына Сақып інім біздің білетінімізді жоққа шығарып ойналып кетті ғой деп айтты. Орталық комитеттің жұмысы қожырай бастады. Халық Горбачевтың мылжың сөзіне сенуден қалды. Бұл бір кезде тарап кеткен облысты қалпына келтіруге таптырмас кезең еді. Соны сезген халық та ішінен буырқанып, қозғала бастады. Әр түрлі деңгейдегі жиындарда маңғыстаулықтар мәселені қабырғасынан қойды. Бұл шарадан біз де қалыс қалған жоқпыз. Маңғыстау облысы деп атасақ деген мәселе көтерілгенде, Құлыбаев бірінші хатшы қалай өткізе аласыңыз ба дегенде, сонда Сақыптың шеберлігі, ол кезде Левитин, Баев, Вова Валерий Иванович деген үлкен білгіш азаматтар болды. Бірақ солармен бәрімен тіл табысып, арасында ойнап қойып, бәрін өзіне көндіретін еді.
шынымен де облыстың ашылуына Сәкеңнің еңбегі өте зор. Мына елді танығанның арқасы, елді білгеннің арқасы, тек соның арқасымен жеңіп шықтық деп ойлаймын сол кезде. Барлық документтерді дайындап, сол кезде азаматтар білетін шығар, облыс бірінші хатшысына Әбекең ағамызды марқұм соған кезде көп мәселелер болған. Көп азаматтар қолдады. Бірақ Сәкең көптеген нюанстарды біліп отырды. Сондықтан кейін осы мәселе деген дұрыс ретімен шешілген. мың 1992 жылдың қараша айында салқын тиген болу керек. Құрғақ жөтелі пайда болды. Дәрі ішіп кететін шығармен айға жуық жүріп қалдым. Бірақ жөтелім күшейе берді. Амалсыздан облыстық емханаға жатуға тура келді. 2 апта емделгесін жөтелім кетіп, өзім емханадан шығар алдында өкпемді рентгенге түсірді. Оның қорытындысымен дәрігерлер өкпеде кішкентай дақ бар екендігін анықтады. Бұрын ауырмағандықтан менде басқа рентген түсірілімі жоқ болатын. Сондықтан әлгі дақ қашан пайда болды? Бұрыннан бар ма, жоқ жуықта болған ба деген сұрақтарға жауап табу қиындады. Содан Алматыға барып көрінуге кеңес берді. Алматыға сақып 2 февралда ұшып кетті дейтін хабарды өтеген дейтін жездем телеграмма арқылы хабарлады. Мен де сразу 4 күні Алматыға ұштым. Клиниканың өзіне бардым, аэропорттан түсіп барсам, күліп жатыр екен, операция жасалған жоқ деп. 22 февраль күні операцияны 5-ші күні жасады. Операцияға маған кіруге рұқсат етті, барлық киіммен мен де кірдім. Институтта жатқан кезеңде Хайролла дейтін жолдасы кіріп барған Сақыпқа. Сосын шығып келе жатқанда жаңағы институттың директоріне кездеседі, Алиев дейтін. Сосын нағырсын Қайреке дегені осында жолдасым жатыр еді, бірге оқыған. Бұл Маңғыстау облысының әкімінің орынбасары. Бұл республикалық масштабтағы адам ғой, бұған доцент операция жасауға болмайды, бұған профессор жасау керек. Менің бірінші орынбасар Воронов операция жасайды деді. Сол күні операторда өзгертті. Өкпені аршып бетінде плевра болады, өкпенің қабы. Соны аршып атқанда бір тамырға пышақ тиіп кетті. Күнде жасап жүрмегендігі белгілі болды. Сол жерден енді өкпеде қан көп, сразу артерия қан аспанға атып кетті. Сол тек зажим салып үлгеріп қалдық. Зажимні салып тастады, қан тоқтатты, енді өкпені түгел алуға тура келді. Өкпені түгел алған мезгілде мен есімнен танып қалдым, жығылып қалдым. Мен жағдайды көргеннен кейін, өкпеден айырылғаннан кейін сол көтерілмедім. Күту дейтін реанимацияда күту дейтін оңай емес. 10 адам жатыр, соның өзінде 2-3 кетіп қалды өмірден. Түнде? Сіз болған түнде? Мен көріп отқанда, реанимацияда. Содан оянды, сосын қолымен көрсетті, нұсқап қандай алды деді, мынандай ма, мынандай деді. Жағы көрсеттім, ол түгел деп айтылмаймын, кішкентай қылып, сондай қылып көрсеттім. Сосын жайлап, жаңа қасықпен бар жамын ішкізіп, кішкене өзіне келді, сөйлейтін болды жайлап. Сосын мен билетімді алып, ауылға келдім, ауылда да келісіп атқан жоқ екен, сол жағдай. Мен артымнан бір 10 шақты күннен кейін Сақып келді. Келгенде бүкіл Ақтаудың барлық азаматтары қарсы, мәшинесі бар азаматтары қарсы. Президент келгенде де ондай қалмайды. Президент келгенде 4-5 адам келеді ғой. Енді Сақып келгенде бүкіл ел келді. Ауру мазалап ұйқым бұзылды. Тамаққа да тәбетім азайды. Ауруханадағы 5 ай мені қатты жүдетті. Ақтауға келіп үйде 3-4 күн болған соң Қызан бетіндегі Сердалы қыстағында жылқы бағып отырған жиенім Жасақып Айтқұлдың ауылына баруға шешім қабылдадым. Ниетім бір үйір бие байлатып, қымыз ішпек. Қымыз дейтін шаруашылық бары аш бар екен, соны ішіп көру керек сияқты деді.
маған. Сосын ойбай ол қымыз деген біздің жақта енді жылқының тұқымы бар ғой, істейтін адам бар, келсең қымыз болады дедім. Сосын мен 8 биені байладым, құлынын байлап, сосын енді өзіміздің кемпір сауат, соны күніге 2 сауамыз, таңертең сағат 9-да айдап келеміз, сол кешкі сағат 2:30-3-ге дейін сауылады, сосын қайта жібереміз, күнде қиып тұрдым. Әлі ағаш береді, қар үйді, соны тігіп, тап үйдің ортасына, соны етіктеріне бәрін көлеңкелеп, сосын ішіне шай ішіп, отыратындай қылып тігіп бердік. Сосын сонда бір 10 күннің үстінде сол ағашынан шықпай, ішінен ішіп, тамағын ішіп жатты. Соны сәкен соны әуелі аздан кішкентай ішті, артынан көптеп ішіп, ең артынан сол недәуір сол бір баклашка дейін ішетін болды. 7-10 шақты күннен кейін көріну жақсы болып бастады да, далаға шығып, сөйлесіп, әңгімелесіп, кішкене отырып, көлеңкеде. Сол енді жаңа айттым болса, 15-16 күннен кейін дұрыс жақсы болды қымыздан. Сосын ол жайлап көшеге шықты, сосын хабарды жолдастарына хабарлайды. Жақсы болдың ба, шүкір ма деп келеді, бір қатарлар келіп кетті осы. 25-26 күннің жобасында ауылына кеткен болу керек. Қалаға барғасын, үйге барып түскеннен кейін келесі күні маған звондады. Келесі күні, бір күннен кейін болу керек. Айтыға сау болды деді. Еңбегің алдадан қайттың деді. Үшінші дарға демалмай шықтың деді. Ғұмырымның ат үстінде өткен кезеңінде сан қырлы мәселелермен шұғылдануға, басшылық етуге тура келді. Халықтың мәдени рухани, ауыл шаруашылық, құрылыс, төтенше жағдайлар мен идеология саласындағы еңсерілген істерді баяндап отырмын ғой. Әрине, бұның бәрін мен істегем жоқ. Ғұмырнама болғандықтан кезінде өзім араласқан азаматтармен жетік білетін жайттарды айтқанда, кейінгілер де хабардар болсыншы деген ниетті басшы еттім. Себебі көріп айтқан куәлі сөз, естіп айтқан шүбәлі сөз. Қолынан іс келетін, тапсырылған шаруаны бар ынтасымен атқаратын, жақсы нәтиже шығаруға барын салатын үзеңгілестерім аз болған жоқ. 96 жыл болу керек. Жаңа сақып келіп, бірдеме істейік. Не істеу, не болып қалды деймін. Ойбай, биыл шөп жоқ, жаңбыр жоқ, ал енді малға жем жоқ. Ал енді мен айтамын, мен не істеймін? Мына мұнайдың бағасы төмен, халыққа зарплатымды уақытында төлемей жатырмын. Менімде проблем жетеді. Үкімет деген анаған көмектес, мынаған көмектес дейді. Мен оның қайсысына жарылам дедім ғой, сондай деген мен дейді. Сосын екеуміз әртүрлі ойлап, ақылдасып отырып, сонда тапқан жолымыз Қазақстанның жарты облысы Маңғыстау мұнайгазға қарызды. Жаңа біздер оларға бензин бердік, солярка бердік, ана егін салсын, орсын деп сондайды бердік, аналар қайтара алмай жатыр. Сосын айттым, Сәке, мен онда аналар әлі маған ештеңе берген жоқ. Сен солардан бірдеме қайырып алсаң, шөппен аласың ба, жеммен аласың ба, мен саған қағаз берейін дедім. Ойбай, маған керегі сол деді. Олай айтын болса, мен сол жаңағы 5-6 облыстың шөбі бар жерге жаңа қат қолына бердім Сәкеңнің. Ал енді сендер мен мына кісінің мұқтажын жаңағы мәселелерін шешіңдер, шөп бересіңдер ме, жем бересіңдер ме, соны есепке аламын. Сендердің жаңа қарызың өтейсіңдер сонда деп. Сосын сонда қат бердім. Сәкең соны алды да кетті. Жаңа 4-5 жігітті айналып, соны мен білем, бір ай сояқта жүріп шықты да, сосын жаңағы келгені мынаяққа жаңағы вагонмен келіп жатыр, машинамен келіп жатыр. Сол кезде, в общем, жаңа жемді де, шөпті де үйіп салды Сәкең. Қазақстан бойынша 100 ауданның, 100 емес 10 ауданның, әр облыста бір аудан қысқартуымыз керек, басшыны алуымыз керек, басқа адамды жіберуіміз керек. Атсалый аудандардың дегенде
бейнеодан атсали болып, содан жаңағы басшы жалпы бұйрық шығарған уақытта, распоряжение шығарған уақытта Маңғыстаудан бейнеоданы әкімі Айжанақ босасын деген ғой енді. Ол содан босап, ол кезде бізде бір әкім Левитин дейтін кісі болды. Енді ол кісі орыс адам, ол біздің енді ішкі жақтардың барлығын ол біліңкіремейді. Ол кезде кім Сақып, сол әкімнің орынбасары ауыл шаруашылық жөнінде, сондай. Сол Сақыптардың айтуымен істейді, себебі ол ауылдың жайын білмейді. Ол қағаздың барлығы жаңағы первый замға барады да, сол замдарға сосын кімге жібереді ғой, енді Сақыпқа жібереді, Сақып қарайды да, сосын басшыға айтады ғой, звон дейді, манда келіп тұрық деп. Мен қайтем дейді, енді сен пока істей тұр, қарайық енді деп, сөйтіп жүргенде Левитин ауысып кетеді, байып кетеді. Нобайдан жаңадан әкім келсе, облысқа ауданның әкімдерін қайта тағайындайды. Соны қайта тағайындағанда қайта жаңағы тағайындау үшін кетіп, басшы арай кетіп қалды. Басшы кететін болып, ол не қайда барам деп, ол облысқа жаққа келгісі, сонда қалғысы келіп, сөйтіп жүреді, сол іске асып кетті. Ол енді ол жандай жағдайда өте сирек мәселе. Ол кісімен біздің таныстығымыз өте қызық болды. 70 алқымдаған екі азамат кабинетіме кіріп келді. Мен ол кезде кісінің Сақып аға екенін білмеймін. Сонда айтқаны айналайын, мен Сақып Керелбаев деген ағаңмын мақсат. Онау менің қасымдағы Қайрулла деген ағаң деп екеуі келіп, батасын беріп, тілегін айтып келген болатын. Сосын енді ол кездерде мына Маңғыстаудың даласы деген бұлар кондиционерге әбден үйренген. Ал енді біз енді Астанадан келгеннен кейін кондиционер бізге жат, әр суық біздің денемізден өтіп кете береді. Сосын мынандай үлкен неге столдың басына жайғастырып айттым, енді ойымда еш нәрсе жоқ. Сақып аға, мына кондиционерді өшіре тұрайыншы, суық өтіп кетер деп. Сөйтсем маған ол кісі бүйтіп қарап айтқан түгілі, айналайын мақсат, мына денеңнен ол суықтың өтуде қиын шығар, ал өтсе оның шығуда қиын болар деп. Сол кездерде мен ойланып қалдым, бұл кісі сөздің иесі екен ғой, бұл кісімен абайлап сөйлесу керек екен деп. Содан бастап біз ол кісімен ағалы інілі болып жақсы араластық. Жүгіріп шығар белес көп, алуға асқар шын қиын, шал шауқан болу оп-оңай, ақсақал болу тым қиын дейді. 50-інде елге аға болған, 60-ында құндыз бөрік жаға болған, 70-інде дана болған кісі ғой негізінде. Мен енді 2 жылдай сол Маңғыстау даласында қызмет еттім. Содан осы Астанаға ауысып келген күннің өзінде де біз ол кісімен жиі телефон арқылы хабарласып тұратын едік. Біздің Маңғыстау облысында халықтың күні бүгін 48%, ол кездерде 50% ауылда тұратын. Ол ауылда тұру, халықтың ауылда тұруы, мына ауылдағы мал шаруашылығы мен ауылдағы тірліктің жақсылығынан. Егерде олай болмаса, миграционный процесс жүреді, елдің барлығы қалаға барып топталады. Сосын ол жерде айдайтын арба да жетпей қалады халыққа. Сондықтан анау енді қазір мемлекеттік саясат дейміз, ауыл шаруашылық құрылымдары сол кездегі совхоздар тарады ғой. Сол таратқан уақытта енді осыны халқын пышыратпай, малын таратпай, бірақ жекеменшіктік құқығын сақтай отырып, өндіріс кооперативтерін серіктестіктер құру жөніндегі негізгі ой Сақып Керелбаевтан шықты. Және солай болды да. Мен қазір осы мына Маңғыстаудың селолық ауылдарындағы қазіргі тірлік жағдайын көріп, мектептердің жабылмағаны, балалар бақшаларының жабылмағаны, бүкіл мына жолдың, судың, газдың тартылып халықтың қазір отыруы, ол осындай азаматтардың еңбегі деп бағалаймын. Ас өте сол кездегі тәуелсіздік алғаннан кейінгі елдің әлі ес жия қоймаған, былай күнелтісін әлі жөндей болмаған өте қиын кезде өтті. Сол асты өткізу жөніндегі жобаның негізгі авторларының бірі ретінде ағамыз орасан зор еңбек сіңірді деп айтуға болады. Сол кезде мұнайшылар 98 жылы еңбек ақыларын бірнеше айға дейін алған жоқ. 6 айлап, 7 айлап алмаған кездің өзінде сол мұнайшылардың өзімен кездесіп, мұнай мекемелерінің басшыларымен кездесіп, солардың жаңағы алынбаған ақшасының есебінен мал алуға, тамақ, жаңағы ас өткізудегі
әртүрлі сый сияпат сыйлықтарын алуға сондай ұйымдастыру жұмыстарын жасады. Сонымен бірге ол былай қарағанда тек бір рудың атасының асы болған жоқ, ол үш атаның асы деп аталды. Былай қарағанда ар жағы бір ағайын ел болғанмен сол бірнеше ру болып өсіп кеткен, қазір рудың басын біріктірген. Бүткіл сол Маңғыстаудың осы тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдардың ішіндегі сол ең үлкен асының басы болды. Сондай деңгейде сол ұрықтандыруға сол ас алдындағы бірнеше кездесулер, әр ауылдарда кездесулер болды. Ақтауда, Шетпеде, Тұшығұдықта, Шебірде, Қызанда, Ақшымырауда сол кездесулерде сол халықты сол астың өте ұйымшыл деңгейде өтуіне сол кездесулер түйткіл болды. Соған халықтың соған бар ынтасын жұмылдыра білді деп айтуымыз керек. Бастысы ол елдіктің, бірліктің, сол ағайындықтың басын қосудағы тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдардағы ең үлкен шара болып қалды. Енді болған шығар кем-кетігі артынан, бірақ соны ағамыз өзінің сол Бекет атаның 250 жылдығы өткен 2000 жылғы асында республикалық көлемде өткен. Менше сол кездегі кем-кетіктердің бәрін орнын толтырып, соны пайдаланды деп өзім есептеймін. Біздің аэропорт бос тұр. Аэропорттың 1800 метр ұзындығы, ені 40 метр асфальтталған үзілетті полосаты бар, ұшу алаңы бар. Соған 40 метрлік алаңға екі қатар қылып үй тігетін болсақ, ортасы ашық. Сонда шығын жоқ, шаң болмайды, жел болмайды. Сосын бұл жерге электр энергиясы келіп тұр, су келіп тұр, сырты қоршалған. Қалаға жақын адамдар жаяу бара алады, жаяу келе алады, қалада қона алады. Сосын автобус жүргізуге болады. Сосын мына келген көліктердің барлығы ішке кіре алмайды. Жаңағы сыртта тұрады, қоршаудың сыртында. Тәртіпке де жақсы деп мен соны ұсыныс бердім. Бірақ Сәкең бастаған азаматтар Сумса дейтін жерді таңдап алдық. Мына жағында Қайрақтас, бер жағында, мына жағында Кішігіндік, Ұлығындік, мына жағында Сенектің ақтаулары, алдында құм, керемет сондай пейзажда көрініс. Ар жағында енді оғланды. Соның барлығы, Бесоқты барлығы төбеден қарағанда Сенекке қарай құлайтын, Сумсаға қарайтын құлайтын төбеден көрініп тұр. Сол жерге тоқталдық. Бұл жерде енді Сәкеңнің таза еңбегі. Сол жерді таңдап алу Сәкеңнің таза еңбегі. Біздің Атырау облысындағы ең үлкен кесене. Оның алдында бұны Махамбеттің кесенесі бар, ол 1 метрдей аласа Атырау облысында. Енді оны әдейі үлкен қылып, Махамбеттен оздыру мақсат болған жоқ. Ана ішіндегі бұрынғыда кесене бар ғой. Соны сақтау керек болды. Кесене, ана бұрынғы кесененің сыртынан орап алған кәдімгідей бөлек бір үлкен құрылыс болып шықты. Өте жақсы әдемі. Жылойдың адамдары да барып атыр қазір. Былай кетіп баратқанда барып соғып кетеді, дөг өтіп кетеді. Оның ішінде біреу зиярат жасайын деп барса, біреу енді құрылыс жақсы болғасын көрейін деп барады ғой енді. Әйтеуір солай барып атыр. Дәулеталы ұрпақтарына, Маңғыстаудан келсін, Жылойдан барсын, не болмаса басқа да ағайындарға, нағашы жиендері бар, бәрінің бір барып зиярат жасап тұратын үлкен орны болады деп есептейміз соған. Енді Сәкең осыған қатты біткенін жақсы көріп, өзі соң біткенін көрмегенменен, біткенін жақсы көріп қатты талаптанды, ниеті сол енді бәрі оңынан оралды деп есептейміз. Сәкеңнің бір ойында жүрген бір үлкен міндеті, өзі міндет санады ма, арман санады ма, ағайындардың басын біріктіріп, осы атаның
кесенесін тауып, соған бір белгі қойып, жарқыратып, біздің қатардағы ұрпақтардың, біздің мезгіліміздегі ұрпақтардан бір белгі қалсын, аталарының басына келсін, басына шырақ жатсын, тәубе етсін, атасының басына келіп, сыйынсын, түнесін деп, осының бәрін ұйымдастырған сол Сәкең еді. Сол Сәкең сол атаның басына барып, өз көзімен көріп, фундаментінің құйылғанын өз көзімен көріп, жұмысқа соған өзі риза болып келіп, осы үйге келіп, жаңағы демалып таңертең осы жерден қосып ештеп кеттік қой. Сәкеңнің сонымен қолымен жетпей қалды ғой Сәкеңе. Мен шоқырдың турнирі басталуы, Маңғыстауда ұйымдастырылуы бәрі де бұлай тікелей Сақып ағамыздың арқасында болды деп айтуға сенімде негіз бар. Сәкеңнен толық мағлұмат алып, сосын жаңа ойларымызды бөлісіп, Сәкеңнің осы жерде рөлі енді қатты болды, енді бұлай шынын айту керек. Шоқырдың турнирін 2004 жылдан бастап жарысты қай уақытта қалай жасаймыз, кімдер шақырамыз, сол тікелей сол Сәкеңмен басталып кетті. Сәкеңнің боксшы болмаса да, бапкер болмаса да, төреші болмаса да, бірақ енді бір осы салада өмір бойы жүрген адам сияқты тікелей қатыс болды. Бірінші томда өнегелі өмір иелері туралы сыр шертеді, өзінің көз көрген замандастары туралы айтылады. Екінші тарауда күні кешегі елбасынан кешкен сыни кезең, қоғамдағы қым-қуыт тағдырлы адамдардың ұжымдастырудан кейінгі ахуалы, сол кездегі саяси науқанның халыққа әсері, сол халыққа еңбек сіңген азаматтар туралы сыр шертеді. Үшінші кітапта автордың бұрын жарияланған Бозашы білетін Бүркітбай атты жинақтағы Бүркітбай қарттың жыршылық өнері, жалпы ақын жыраулар термелерін әртүрлі әуенге салып төгілте жырлауы айтылады. Төртінші кітап осы үшінші кітаптың жалғасы деуге болады. Жергілікті Маңғыстау өңіріндегі ақын жыраулардың шығармалары толық топтастырылған төртінші кітапта. Бесінші том Сақып Бүркітбайұлының мемуарлық еңбегі деуге болады. Бұл кітапта өзі өмір сүрген ортасы, ата тегі және өзі туралы кезінде айтылған естеліктерге топтастырады. Алтыншы томда ағаның ардақ тұтар ел азаматтарына ғұмырбаяндық жанұялық кітаптарына берген алғы сөздер топтастырылады. Маңғыстауда ауыл шаруашылығының қайнаған өміріне қызу араласқан жұмысшылардың, еңбек ел адамдарының өмір жолдары, олардың көтерілуі, осы жөнінде автор осы кітапта сәтті берген. Сақып Бүркітбайұлының тілінде арнау құттықтау тілектер кездеседі, бір әріптен басталатын. Ол әдебиетте термин ретінде аллитерация және ассонанс деген терминдермен беріледі. Сақып Бүркітбайұлының тілінде бұл әріптерден бастап тілек арнау, бұл соны қазақ әдебиетіндегі барлық сөздік қордағы ж әрпіндегі сөздерді алмайды, ол барлығын жинақтайды, саралайды, сүзгіден өткізеді. Сонда сөздің майын тамызып, манаға ешкім айта алмас бөлек дүние пайда болады.
Жігіттер, өздеріңіз қазақ болсаңыздар, бір ұсынысым бар. Осы Ақтауда бір жақын арада бір үлкен бір мереке өтейін деп жатыр. Соған келіп кетсеңіздер қалай болады? Сосын біз енді уақытымыз болғаннан кейін жарайды аға дедік, барамыз деп. Сонда келгеніміз ТМД елдерінің шекара қызметтің генералдары жиналған екен, саммит болған екен сол 2000 жыл осы Ақтауда. Ағамыз сол кезде біліп тұрған екен ғой, генералдарға не керегін. Біздің репертуарды біліп алған ғой, енді бәрі қандай өлеңдер айтатынымыз, әр тілде айтатынымыз да бар біздің. Содан өтті, енді жақсы өткен көрінеді. Ертесіне таңертең сізді шақырып жатыр деп біздің қонақ жайға келіп тұрды адамдар. Қайда барамыз, қайда барамыз? Әкімнің қабылдауына бара жатады. Бірінші болып ағамыз күтіп алып, жақсы жаңалық болады қазір деп. Ол кезде әкім ләззат қиынып 4-теңізге 4 пәтер беріледі. Осы Ақтаудың ортасынан. Жұмыспен қамтимыз. Мынандай жігіттер негізі өз елімізде болған дұрыс. Біздердің ұсынысымыз осы. Ауылға барып ойланып келуге 1 ай уақыт берейік сіздерге деп. Шығарып салды бізді. Сол екен, содан кейін келдік қой бері қарай. Сол кезде, енді осында келген кездегі біздің осы жердегі әкеміз болып десек, Сақып ағаны. Артық айтқанымыз емес. Әке қалай қуанады баласының жетістігіне, сол сияқты қуанатын. Сол кезде мысалға біз 4 отбасы болып келген болсақ Маңғыстауға. Бүгінгі таңда 20-дан астам отбасы бар. Тек қана біздің туысқандар. Көшіп келіп, бізге арқа сүйеп көшіп келгендер ғой енді көбісі. Енді түсіне білген адамға соның бәрі осы Сақып ағамыздың арқасы. Кездескен күні есімде, айлы жаздың кешінде, еске сақта қалғаны, айта берем ау есімде. 84 пен 86 жылы армияда соғыс өткен кезде, ол кезде жаспыз. Ауғанстанда соғысып жатқан кезде сол жаққа жіберетін болып, сондай дайындағанда Арыс қаласында учебкеге дайындап жатқанда ағам келіп, сонда мені ана жаққа бармайтын болып алып қалған несі бар. Одан енді қарайған жігіттер кетті сол жаққа. Оралмағандар да бар сол кезде. 100 шақты бала қалып қойдық соның ішінде. Комиссияны өте алмай. Соны ойлаймын, артында соны ағам бірдеме жасап кетті деп. Ағамның ақыл кеңесін маған дегенде өмірлік былай айтқанда ұстазым болды. Ал ел жұртпен араласуда соның ортада қалай жүріп тұруды ақыл кеңесін беріп жүрді ағам. Ағаммен мен көп жерлерде бірге жүрдім. Сосын ағам кез келген шаруа болса маған сеніп тапсырады. Сол шаруаларын мен шамалы келгенше ағамның сөзін дала жерге тастамау үшін оны да көбіне орындап соған ағамның көңілінен шығып отырсам. Ондай болатын білген жоқпыз ғой. Әлде енді сағынасың. Әкеміздің осындай елге абыройлы болған, беделді болып танылмал екендігі бізге өзімізге мақтанып тұрамыз. Енді әкеміздің артын ол бізге жақсы үлкен өмірімен, өзінің өмірімен үлкен өнеге көрсетіп кетті. Біз енді мына балалар артында, балалары, ұрпақтары қалды. Олар енді әкеміздің мына туын жұқпай, атына кір келтірмей, беделіне нұқсан келтірмей, осы ісін жалғастырамыз деп есептеймін. Әкеміз енді мына әулетіміздің тәрбиесінің темір қазығы болды. Әлім Сәбит бар, менің балдарым бар. Олар енді кішкентай, ол кісінің көп тәрбиесін көре алмады. Әкеміздің берген тәрбиесін осы мына балдарға күнде құлағына құйып отырамын. Біз Сақып Бүркітбайұлының ұрпағымыз, атамыздың нақыл сөздерін мәңгі жүрегімізде сақтаймыз. Адайлар атына арнау,
Ар жағы Алтайдан аттанғаннан 6 айшылық Алатауды айналып, Арал аңғары Атырау аймағынан алғашқы ата жұртына ауысқан адай аталымды аталас ағайындарға азын аулақ авторлық арнау анықтамада айтпағым, айтулы алшыннан ажырайтын аты шулы ата тегіміздің ассалаумағалейкуммен амандасатын, астапыралласа аузындағы адамзатты алаламайтын, алдап арбамайтын, арасында аңқылдаған аңғыртта, алайда арамза алаяқ антұрғандардың ау жайын ажыратып, аңғарғыш, ауыл аймақпен ара қатнасы араласқыш, ақ сөйлейтін, ақ көңіл, ақ пейілді, ақ жарқын, ағзасы ақуыздай ақаусыз, айғара ашылған, ақ жүректі, ақ тілекті, ақ ниетті, ақыр аяғы ақ құла, ақиқатшыл, азындықтан ада, ақиретте ала жіпті аттамайтын, адам айтқысыз адамгершілігі, ақылман ақсақалдарымыздың ақ баталы ақыл көйлігі айдан анық. Билікте біреу өз аяғымен, кейбіреу қайсы біреудің таяғымен көтерілер. Заман түзелсін дейік, жаманда түзелер. Әкім әркім емес, әркім әкім болса, ол әкім емес. Кәрілікте ой у, өмір су, үміт бұ. Өмірде ең бастысы өмір сүру. Бүгін дегеніміз қалған өмірдің алғашқы күні. Уақыт бәрін көтереді, бәрін әкетеді. Қызың қылықты, ұлын ұятты болсын. Нағыз тәрбиелік өзгелердің тәрбиесіздігінен төзу. Нағыз жастар үлкендікті армандағандар. Алдымыз анық, аспанымыз ашық, ала сапыранды ақыр замансыз, алты аласыз, алаузықсыз, алансыз, ата күлдігімізді алуан асулардан аман асырғай. Әумин. Адайдан тарған ағайындың алалығы жоқ. Сыйластық бар да қимастық бар. Ынтымақты елмен аралассаң берекелі боласың. Алауыз елмен аралассаң келеке боларсың. Балаларының лагердегі жазғы демалысы аналарының ең жақсы демалысы. Текті ұрпақ тентіремес. Тегінде бар тегі озар. Тәрбиенің мақсаты балаларымызды өз бетінше өмір сүруге үйрету. Баланың ақылында емес, үлгінде алар. Ашы сөз сүңгіден өткір, сөздің маржанынан арзаны көп. Көрікті ойдан көркем сөз туар. Ыңғайту халыққа керегі, ыңғайлы көсем. Есті ел ес алаңында ескерер. Еліне қарай бие, Алланың берген сыйы. Шүкір, шыққан биігім жоғары болды. Маңғыстауда облыс құрылған кезден бастап есептесем, 5 обком хатшысымен, 7 облыс әкімімен қоян қолтық қызмет жасаппын. Бәрімен де сыйластықпен, сөгіс ескертулерден ада күйде, өзіме тапсырылған салаларға еркін басшылық еткен екенмін. Ел ішіндегі абыройым да төмен емес. Сол құрметпен абыройға мастанбадым. Табыстан басым айналған жоқ. Кісімен айтысып, алысып жұлысқан демеспін. Ештеңе жекешелендіріп алмадым. Бизнеске де барғам жоқ. Ел қатарлы балаларымды жеткіздім. Адал еңбегімнің ақысымен күн көрдім. Бойымда атаның қаны, ананың сүтімен берілген кішілік, кісілік, адалдық, жауапкершілік деген қасиеттерді өмірде де, жұмыста да сақтап қалдым-ау деп топшылаймын. Шамамның жеткенінше сабырлы болдым. Өз әлімше қайырымды болуға тырыстым. 70-ке келген жасымда, ел ішіндегі не жиынға, қандай жерге барсам да, жүзім жарық, маңдайым ашық күйде, қысылмай баратынымды үлкен жетістігім санайым. Бұл халқымның маған берген
ең биік бағасы деп қабылдаймын. Жаралдың қайдан өмірге, жаратқан тұрар көңілді, қалады бәрі қалады, жүрсең де өмір төрінде, күндерді өтер көңілді, түндерді жасын төгілді, жаныңа жақын жақсылар кетеді тастап өмірді. Жақсыдан көңіл шаттанып, жаманнан жүрек таттанып, жетем деп жүріп арманға, кетерміз бір күн аттанып, кетеміз бір күн аттанып.